Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш достар. Бүгін біз макаппен қалай қолдану кереккен үйренеміз. Жалпы макап не үшін керек? Макапты біз клиентке өзіміздің жұмысымызды қорғаған кезде осы макапқа салып көрсетеміз. Яғни визуализация дейді ғой. Жасаған дизайнымыз қалай көрінетінін алдын ала көрсетеміз. Яғни макапқа салып осылай көрсетіп жеткізе аламыз. Яғни макапты интернетте өте көп. Скачать макап бесплатно десеңіз көп шығады. Мысалы бит FreePike-тен кіреміз, макап біз и download деп скачать етіп аласыз да. И осылай шығады сіздерге. И осын ашып, PSD деп кіресіздер, кірген кезде сіздерге осылай ашылады. Осылай ашылған кезде енді осы жерге өзіміздің логотипімізді қалай салсақ болады. Бұл жерге мен просто осылай болып тұр. Енді біз өзіміздің логотипімізді қалай салсақ болады, өшіріп тастайын. Жарайды, бұл жерге әшейін отырып логотип жасай саламыз, мысалы. Бір текст жаза саламыз. Mockup деп. Mockup деп жаза саламыз. Негізі бүйтіп жасамайсыздар. Просто дайындап жасап қоясыздар алдын ала. И осы жерге алып келіп қоя саласыздар. Мен просто әшін сіздердің көздеріңізше осылай жасап жатырмын да. Мына жерде круглый бір логотип жасап шығардық дейік. Черный цвет. Вот. Макап на шрифт. Ну, примерно сіздерге көрсетіп жатырмын, яғни түсінікті болу үшін. Опана. Прикольный шрифтер бар екен ғой. Осын аламыз, осылай қойып қойсақ болады да. Мінекей, қараңыздар. И осылай қойып аламыз. Ctrl-S деп басуды обязательно басу керек. Айтпесе болмайды да. Осылай қойып алған кейін Ctrl-S деген кнопканы обязательно басамыз. Содан кейін міне жасаған жұмысымызды осылай көре аламыз. Қараңыздар, достар. Міне макаптың қолданудың ешқандай қиындығы жоқ. Осын аласыз да. Файл экспортировать, быстрый экспорт JPEG, PNG, немесе өзіңіз білесіз қалай сағынт етуді. Осылай сағынт етіп аласыз. Болды, өзіңіздің презентацияңызға қойып жібересіз, яғни өзіңіз заказчикке логотипті қорған кезде осы суретті қойып көрсетсеңіз болады. Осы макаптар жалпы жақсы өтеді негізі. Презентация жасаған кезде анау визуализировать етіп көре алады жұмысты. Сол кезде ол заказчикке көп жағдайда ұнайды. Хоть ужасны бір логотип жасасаңыз да, ужасно жасамауға тырысыңыз, ужасно жасасаңыз да, ол макаппен ол күшті ашып береді, яғни дизайнды. Жарайды, жақсы, сіздерге пайдалы болдым деп ойлаймын. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз, достар. Егер осыны қолданып үйренсеңіздер, мені белгілеп, сториске салып, достарыңызға айтып жүріңіздер. Жарайды, жақсы.